Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Каналыма қосылуды ұмытпаңыз. Бір адам Сократқа: «Досыңның сен туралы маған не айтқанын білесің бе?» «Тоқтай тұр» деп тоқтатты Сократ. «Алдымен айтарыңды 353-тен өткізіп ал. Бірдеңе айтпас бұрын, оны 3 рет 53-тен өткізу керек. Алдымен шындық 53-нен. Мұның рас екеніне сенімдісің бе?» «Жоқ, мен жаңа ғана естідім». «Демек, сен оның рас па, жоқ па екенін білмейсің». Сосын екінші 53 мейірімділік 53-нен өткіземіз. «Менің досым туралы жақсы нәрсе айтқың келіп тұрма?» «Жоқ, керісінше». «Демек», деп жалғастырды Сократ, «сен ол туралы жаман нәрсе айтасың. Бірақ оның рас екеніне тіпті сенімді емессің». Үшінші 53 пайда 53-ін қолданып көрейік. «Маған сенің айтқандарыңды естуім қажет па?» «Жоқ, бұл қажет емес». «Сонымен», деп қорытындылады Сократ, «сен айтқың келген әңгімеде шындық, мейірімділік пайда жоқ. Онда неге айтуың керек?» Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.